Бүгін Қазақстанның қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев түрік әріптесі Хулуси Акармен кездесті. Жүздесу барысында екі ел арасындағы қауіпсіздік, әскери ынтымақтастықты дамыту мәселесі сөз болды. Дәл қазір сол шарадан әріптесім Арай Сүгірбай бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Арай, сонымен Түркия министрінің Қазақстанға келудегі мақсаты қандай? Арай? Қайырлы күн, Айжан. Айта кетейік, Түркия қорғаныс министрінің бұл Қазақстанға жасаған алғашқы сапары. Құрметті мейманды еліміздің ведомство басшысы Нұрлан Ермекбаев құрмет қарауыл ротасымен салтанатты түрде қарсы алды. Екі елдің әнұраны шырқалғаннан кейін министрлер талқылауларға көшті. Қазақстанның министрі Нұрлан Ермекбаев өз кезегінде түрік әріптесіне алғысын білдірді. Біз отбасыға жарасқан елдеріміз біздің арамыздағы стратегиялық әріптестікті нығайтуға үлес қосып, оны дамытуымыз керек. Біздің көп түрлі жан-жақты ынтымақтастығымыз және әріптестігіміздің негізі әрине екі мемлекеттің көшбасшыларының арасындағы сенімді және өте жақын достық қарым-қатынас болып табылады. Ata-vatanımız olan Kazakistan'a ayak bastığımız andan itibaren gösterilen misafirperverliğe, bu sabah Zat Halil'in yaptığı karşılama törenine şahsım arkadaşlarım adına en içten duygularla teşekkür ediyorum. Gerçekten Ata-vatan'da bulunmak bizler için heyecan verici. Bir anda 2000 yıllık, 3000 yıllık tarih gözlerimizde canlanıyor. Bu topraklarda, ata topraklarında kardeş Kazakistan'ın başarılarını da büyük bir ilgiyle, büyük bir zevkle, büyük bir memnuniyetle, gururla izliyoruz. Bu ortak tarihimiz, ortak geçmişimiz ve buna bağlı olarak sahip olduğumuz ortak kültürel değerler bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Кездесу барысында өңірлік қауіпсіздік, әскери ынтымақтастық, оның ішінде кадрлар дайындау, білім беру, сондай-ақ әскери жаттығуларды өткізу мәселесі сөз болды. Bizim ata-vatanımız olan Kazakistan'a ayak bastığımız andan itibaren. Әрине, ата жұртымызға келу біз үшін өте маңызды. Әрі қазақ жеріне табан тірегеннен кейін ортақ тарихымыздың тамыры қаншалықты тереңде жатқанын сезіндік. Бауырлас қазақ елінде болып жатқан барлық оқиғаларды жіті бақылап отырамыз. Ортақ тарихымыз, ортақ мәдениетіміз және біздерді жақындастыра түсетін дүниелер өте маңызды. Бауырлас елдердің көшбасшылары арасындағы байланыстар жұмысымыздың жемісті болуына септігін тигізіп отыр. Әскери саладағы ынтымақтастығымыз одан ары нығая түсетіндігіне сенімім мол. Естеріңізге сала кетейік, биылдан бастап Қазақстан тарапының өтініші бойынша біздің курсанттарды Түркияның әскери училищелерінде оқыту жүргізіліп жатыр. Соның ішінде кибер қауіпсіздік мамандығын білім беру үшін арнайы квоталарда бөлінген болатын. Айта кетейік, екі министрлер арасындағы талқылаулар әлде жүріп жатыр. Түсірілім жасауға рұқсат берілмегендіктен екі министрлердің арасында болып жатқан талқылаулардан біз бейхабармыз. Дегенмен де қазір министрлер журналистер алдына шығып бірқатар сұрақтарға жауап береді деп күтілуде. Değerli dostum, Kazak Savunma Bakanı Yermekbayev'le biraz önce güzel, son derece olumlu, son derece yapıcı bir görüşme yaptık.
Хотел бы сообщить, что буквально сейчас мы закончили весьма плодотворную и очень успешную встречу с моим уважаемым коллегой и другом, министром обороны Республики Казахстан господином Ермекбаевым. Ülkelerimiz arasında, silahlı kuvvetlerimiz arasında zaten var olan iyi ilişkilerin daha da gelişmesi için neler yapabileceğimiz konuları görüştük. En üst düzeyde devlet başkanlarımız tarafından, Cumhurbaşkanlarımız tarafından zaten bir mutabakat olduğu için, onların çizdikleri çerçevelimizde olduğu için bu çerçeve içinde biz de kendi faaliyetlerimizi çok kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Askeri eğitim işbirliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerinin sahibi olduğu ve bilgi tecrübenin paylaşılmasının çok önemli bir sinerji sağlayacağı konusunda taraflarca mutabıkız. Türkiye Қорғаныс министрі Хулуси Акар мырза осындай сипатта қорғаныс ведомствосының басшысы ретінде алғаш рет Қазақстанға ресми сапармен келіп отыр. Өздеріңіз білетіндей, Түркия біздің стратегиялық әріптес болып табылады. Şan emez mağan kerege, көк тудың желбірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған